Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді шоколадты печеньенің рецептін ұсынатын боламын. Ішіне шоколад қосылады және де өте дәмді болып шығады, қытырлақ болып шығады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа 1 жұмыртқаны және де 5 ас қасық қантты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластыруға болады, немесе шаншқымен, қасықпен араластыруға болады. Өз қалауларыңыз бойынша миксермен араластырамаймыз, жай ғана қолымызбен араластырамыз. Аппақ болып көпіруі қажет. Енді осы массаның үстіне бөлме температурасындағы сармайды қосатын боламыз. 80 грамм сармай болуы қажет. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Түйіршіктері қалмау қажет. Барлығы жұмсақ болып тұру керек май. Сосын бізде кәдімгідей сұйық масса шығуы қажет. Енді осы массаның үстіне ұнмен қопсытқышты араластырып саламыз. Қопсытқыш бізде 1 шай қасық, ал ұн болса 150 грамм болу қажет. Енді осы барлығын араластырып, қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабысатын және де жұмсақ болу қажет. Сол кезде біздің печеньеміз өте керемет болып шығады. Енді бөлек тақтайдың үстіне Қазақстан шоколадын немесе басқа да шоколадтар қолдансаңыз болады. Сол шоколадты алып, осылай тураймыз. Ұсақ қылып видеода көрсетілгендей турасаңыздар болады. Мысалы, мен осындай шоколад пайдаланамын. Осылай турап аламыз және де жаңағы қамырдың үстіне қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді мен қолыммен илеп жібердім. Содан соң противенге пергаментті салып, басқа қасықпен жаңағы пергаменттің үстіне жаңағы қамырды орналастырамыз. Немесе қасық болмаса, басқа да заттармен қоюға болады. Енді үстінен осылай басып, дөңгелек формаға келтіреміз. Барлығын осылай жасап шығамыз, және де піскен кезде ол көтеріледі, үлкейеді. Сол кезде біздің қамырымыз бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан шамалы алшақ орналастырамыз. Мысалы, менде осы қамырдан 9 штук осындай печеньелер шықты. Піскен кезде шоколад еріп өте дәмді болады. Барлығын осылай орналастырып жасап шыққаннан соң 170 градуста 30 минут пісіреміз. Достар, осымен біздің печеньеміз дайын. Осы печенье беті қызарып, өте керемет болып піскен, іші піскен толықтай. Және де пергаменттен осылай босатамыз. Ыстық күйінде емес, суғаннан соң барып босатамыз.
достар, осы печенье жаңа жылдық дастарханға өте керемет үйлеседі деп ойлаймын. Каналға тіркеліп, яғни менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кеттіңіздер. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Өте керемет болып шығады, қытырлақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.